кейбір адамдардың жетістікке жетіп, өсіп, ел аралап, жер көріп атқанын көресіздер. Сол сәтте іштеріңізден қызғаныш сезімі оянып кетуі мүмкін. Немесе мен қалып бара жатырмын, менің қолымнан келмейді деп өздеріңізді жазғыруларыңыз да мүмкін. Осындай сәтте мен мына нәрсені жасаңыздаршы деп айтқым келеді. Бір сәтке ішіңіздегі осы қызғаныш, көре алмау, жарысу, қалып батырмын деген сезімді басыңыз. Басыңызда сол жетістікке жетіп жатқан адамға тілеңізші, мә, қандай молодец, қандай мықты, жаратушым, маған да көркем түрде осылай етіп жетістікке жетуді бере көрші деп сұраңызшы. Сол сәтте жаныңыз тынышталып, рахат сезімді сезініп, және өміріңізде күшті өзгерістерді байқап бастайсыз. Әрбір адамның жетістігі ол жаратушыдан. Сенің уақытың келді ма? Жетістікке жететін жаратушы сол уақытта береді. Біреумен жарысқаннан, біреуді көре алмағаннан, біреуді қызғанғаннан жетістікке жетіп кетпейсің. Иә, ол саған аздың жоғын ғана уақытқа бір мотивация беретін шығар тұрып жасауға. Бірақ бір аз ғана уақыттан кейін қайтадан өшіп қаласың. Сол үшін әркімнің жасаған әрекетіне сай жаратушы қай уақытта оған ризығын, жетістігін, жемісін беретінін өзі біледі. Айтады ғой, біреудің тағына талассаң да, бағына таласпайсың. Таласа алмайсың да. Бағы оның ниетіне, тазалығына, әрекетіне байланысты жаратушыдан.